бір өте үлкен болғанда 15 сантиметр бір әпшу сияқты. Ең қиын жекпе-жек енді менің прогнозым үшін. Бәріне сәлем достар, сендермен мен Иманғали, сол ID арнасы, және бұл UFC 323 осы жылдың ең соңғы номерной карды. Мераб Двалишвили Петр Янға қарсы жекпе-жекке шығады. Двалишвили атын шатаса берем осы Мерабтың ше. Енді бұл тарихи сәт Мераб үшін. Бір жылда 4 рет белбеуін қорғаған, бірде бір чемпион болмаған. Сондықтан Мераб кәдімгі тарихи нәрсе жасайын деп тұр. Базар жоқ, шыдамдылығы мықты, зверь кәдімгідей бәрі мойындап тастаған. Базар жоқ. Екінші рет шығып жатыр уже адамдардың, элиталардың бәрімен рейтингтағы, өзінің дивизиондағы. Сөз жоқ, нағыз мықты жігіт. Енді бүгін осы жекпе-жектерге прогноз шолу жасайтын боламыз. Ал Мераб Двалишвили мен Петр Янның толық жекпе-жегін менің телеграм арнамнан көре аласыздар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында болады. Тіркеліп қарап кетіңіздер. Барлық қызықты жаңалықтар, Шавкатпен не болып жатыр, біздің UFC-дегі жауынгерлер, барлығы осы телеграмда болады. Бокстың да жаңалықтары. Жәнібек Әлімханұлы антидопинг агентстводан құлап қалды ғой. Допингі табылып. Ол жайлы да жаңалықтар барлығы осы телеграмда. Тіркелуді ұмытпаңдар. Біздің YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Әрине, ең бірінші қызықтан бастаймыз. Мераб пен Петр Ян. Ал кеттік. Бұяқта ойланудың да қажеті жоқ деп өз басым ойлаймын. Мераб жеңеді. Енді қазір түсіндіріп берем, неге Мераб жеңеді. Петр Ян стойкада төбелеседі. Бұл екінші жекпе-жектері, реванш. Бірақ та Петр Ян Мерабтан кейін Фигейредомен шықты, Сонг Ядонгпен шықты, қателеспесем. Және тейкдауннан қорғанады, шығып кетеді. Бірақ Фигейредо деген ол Мераб сияқты емес. Және Фигейредо бір салмақ көтеріліп тұр Найлих Шайшидан, ең жеңіл салмақтан. Сондықтан Петр Ян бір тейкдауннан қорғанады, коленамен ұрып жібереді, немесе апперкотпен ұрып жібереді деп мүлде сенбеймін. Мераб Двалишвили соңғы жекпе-жегі Кори Сандхагенге қарсы болған. Стойкадағы жігіт, өте қауіпті жігіт. Бірақ оны стойкада жеңді. Неге? Себебі борецтердің ең қорқынышты нәрсесі осы стойкада төбелесетіндердің барлығы қорқатыны, стойкада тұрған кезде кіріп кете ме деген қорқыныш оларда әрқашан болады. Кірейін деп жатқан кезде оверхенд ұрып жібереді. Конор Макгрегордың өзі құлап қалған Хабибтің сондай соққысынан. Сондықтан стойканың боеціне осындай борецтер өте ыңғайсыз келеді. Сол кезде борецтердің өздері стойканың боецтерін ұрып кететіні сондықтан. Стойкада тұрғандар қорқады. Қорқынышта қашан кіреді деген қорқыныш әрқашан болады. Сонымен қорқытып тұрады астыға борецтердің өздері кірейін дегендей. Сондықтан Мераб 100% Мераб алады. Ол Петр Янға мүлде сенбей тұрмын. Решениямен. Менімше Петр Ян өзін қылқындыруға бермейді. Но решениямен Мерабтың кәдімгідей бір 5 раундты немесе 4 раундты толық алып кететіне 100% сеніп тұрмын. Мераб, бұл жекпе-жекте Мераб решениямен. И тарихи нәрсе жасайын деп тұр. Бір жылда 3 ай сайын шығып тұр ғой. Зверь кәдімгідей. Келесі титулды жекпе-жек Александре Пантожа Джошуа Ван. 35 Пантожада базар жоқ. Бұл жекпе-жек тағы да ұқсас Мераб пен Петр Янға, себебі Пантожа көбінесе күреске кіреді, стойкада да жақсы, но көбісін сабмишнмен жеңіп жүр. Партерде өзін жақсы сезінеді. Джошуа Ван көбінесе стойкада төбелеседі. Жекпе-жектерін қарағам, көбінесе үйтіп жатып төбелеспейді. Бір жекпе-жекті жеңілген, наяқта 2 деп тұр, мен бір жекпе-жек жеңілгенін көргенмін. Астыға бүйтіп борецтен жеңілді, қателеспесем, өстіп тартатын. Сондықтан Джошуа Ван андаймен Брэндон Ройвелмен өзі 5 раунд төбелеспеді ма стойкада? Соңғы раундта құлатты, былай плюс-минус әдемі бой болды. Бірақ Александр Пантожа үйтіп стойкада ойнап отпайды.
японец ризенің чемпионы Асакура мен Кайкара Франсты, Алекс Перезді асу біздің ұтқан. Барлығын қылғындырып тастады. Ройвалды қылғындырып тастады. Джошуа Ван стойкада төбелесіп жүргенде. Ол үйтіп ойнап тұрмайды, ыңғайлы сәтті тауып, партерге лақтырып, арттан қылғындыра салады. Немесе партерде жатып, доминировать етіп, 5 раундты Пантожа алады. Пантожаға беремін бұл жақта да совмешінмен, немесе 5 раундтық жекпе-жек болып, төрешілер шешіммен жеңеді. Джошуа Ван 24-те, жас. Оның өз Джошуа Ванның өзі айтқан болатын, мен ешқандай геймпланым жоқ деген болатын. Бұндай чемпиондық маңызды жекпе-жекке олай шығуға мүлде болмайды. Бұл профессионализм емес. Женіп жатса базар, мойындаймыз. Красавчик, дерзкий екенсің деп. Бірақ та Пантожаға қарсы, бұндай зверге қарсы үйтіп геймплансыз шығуға мүлде болмайды. Сондықтан Джошуа Ван жеңіледі, Александр Пантожаға беремін. Решениемен немесе совмешімен. Тағы да сол дивизиондағы жекпе-жек. Ол сайттан жөндемейсің майымай дейсің. Брэндон Морено мен Тацуро Тайра дейді. Бұл жекпе-жек қызық. Тацуро Тайра бір жекпе-жегін жеңілді. Ройвалға қарсы жеңілді. Бірақ ояқта жеңілді деген дұрыс келмейді. Тацуро Тайра жас, өте жас. Қаншада жасы? Ояқта жоқ жасы. Но жас Ройвалды доминировать етті партерде алғашқы 2 раундта. Сол кезде бітіре алмады. Оған тәжірибе жеткен жоқ, ол жас болғандықтан. Кішкене тәжірибе, кішкене өзіне деген сенімділік болған кезде Тацуро Тайра алатын еді. Брэндон Морено баяғыдан бері келе жатыр, тәжірибелі боец, бірақ та Тацуро Тайраның болашағы зор, өте дарынды. Стойкада құлататын мощи бар. Онымен қоса партерде де доминировать ете алады, қауіпті позицияларды ала алады. Бірақ финишинг, ең соңғы бітіруі қиындау бітіруі. Моренода ол бір орташа келген боец, стойкасы да, партері де бір орташа келген. Ондай бір асып-тасып жатқан ештеңкесі жоқ. Сондықтан бұл жекпе-жекті мен Тацуро Тайраға беріп тұрмын. Алады, немесе технический нокаутпен, немесе решениемен болады деп өз басым ойлайды. Тацуро Тайра қазір нешінші орында? Тацуро Тайра 5-ші орында қазір. Мореноны ұтса, былай айтқанда келесі болып титулға шыға алады Пантожамен. Джошуа Ван алады деп ойламаймын. Бұл жекпе-жекте Тайра жеңеді Мореноны. Келесі жекпе-жек қызық, қайта кететін. Генри Сехуда Пайтон Талбот. Қарт жауынгер, жас перспективті жауынгерге қарсы. Айтпақшы, бойларын айырмашылығы өте үлкен болғанда 15 сантиметр бір әпшу сияқты. Пайтон Талбот, оның да бір жеңілісі партердегі жақсы бір қара торы жігіт болды. Жаман сөз айтып жіберейін деп едім, ренжитін қара жігіттер. Сондай қара жігіт болды. Партерде доминировать ететін, жататын сондай боецтен жеңіліп қалды Пайтон. Ол негізі Пайтон базар жоқ, нокаутер. Қолының күштері бар, қолы ұзын. Оны қолдана алады, бірақ тейкдауннан қолдана ала ма? Генри Сехуда, көбісі Генри Сехудаға сенбей тұр. Коэффициент 3 беріп тұр. Генри Сехуда соңғы 3 жеңілісінен оны жеңіледі деп тұр. 3 жеңілісі қандай болды? Мерапқа. Белбеу үшін. Мерап зверь, базар жоқ, оны мойындау керек. Екінші жеңілісі Алджемейн Стерлингке. 5 раундтық жекпе-жек болды, ұзақ бетіп тартыс. Білмеймін. Екеуіне де берсе болатын еді. Стерлинг кішкене қатты алып тұр, бірақ ойбай жеңілді дейтіндей ондай жекпе-жек болған жоқ.
үшінші жекпе жеңілісі Сонг Ядонгқа қарсы болған. Ол жақта көзге кірді де Генри Сехуда жалғастыра алмаймын деді. Енді жас перспективті жауынгермен шығайын деп тұр. Генри Сехуда негізі осы жекпе-жектен кейін карьерасын, мансабын аяқтайды деп барлығы айтып жатыр. Мен де солай ойлаймын. Оған бір жеңіс керек болып тұр. Тони Фергюсон сияқты қоймай тұр ғой. Бізде сондай намыс ер азаматтарда бір жеңбей қоймай тұр. Жеңіп қойын деп тұр. Біздің Қайрат Ахметовті айтпақшы күрестен жеңген болатын, бірақ ояқта да бір қатты бейтіп жеңіп тұрған жоқ. Басар жоқ, жеңді, бірақ ондай қатты доминированиямен емес. Сондықтан бұл жекпе-жекте мен Генри Сехудаға сеніп тұрмын. Неге? Я бойы 15 сантиметрге қысқа, я жас перспективті аш жауынгер шығайын деп тұр, бірақ Пайтон Талбот ментально, психологиялық жағынан дайын ба? Жоқ па? Ол бар бірінші. Екіншісі тейкдауннан особо қатты бейтіп қорғана алмайды Пайтон. Сондықтан партерге жатқызып, Генри Сехуданың 3 раунд бойы созғылап, ұрып, етіп созатын толық мүмкіндігі бар. Я, ұзын қолдана алады Пайтон. Бірақ сенбей тұрмын. Мүлде сенбей тұрмын. Генри Сехуда да көбірек шанс. Нокаутқа түсуі мүмкін дейді Талботтың қолының күшінен. Бірақ Сехуда Сонг Ядонгпен шықты. Ол Сонг Ядонгын кәдімгідей құлататын жауынгер. Жағы мықты Сехуда. Жағы мықты. Жайдан жай құлайды, қалып қалады деп мүлде сенбеймін. Бұл жекпе-жекті Генри Сехудаға беремін. 3 раундтық жекпе-жек төрешілер шешімімен болады. Ең қиын жекпе-жек енді менің прогнозым үшін Ян Блахович, Богдан Гусков. Бұл жекпе-жекті екеуінің де жекпе-жектерін қарадым, білмеймін. Кәдімгідей шатастым негізі. Екеуі де 50-50 болып тұр. 50-50. Қайсы ұтатын білмей тұрмын. Бұл жақта да қарт пен жас Ян Блахович 42-43-те ма сондай жас. Я кәрі, бірақ тәжірибелі. Мына нокаутер біреумен шыққан. Әзір Перейрамен шығайын деп жоқ, Перейрамен ба? Қазір көріп жіберейік. Нокаутер күшті бар жауынгерлер Блаховичпен неге білмеймін, бірақ өздерін көрсете алмайды. Блахович тоқтатып тұрады оларды. Және решенияға дейін барып тұр. Толық 3 раундқа дейін барып тұр. Сондықтан мен ойланып қалған болатынмын. Бірақ жас өзінікін алады деп те ойлайсың. Сондықтан бір 51-49 Богдан Гусковқа беріп тұрмын. Богдан Гусков өзі аш, перспективті, соның барлығын қолданады деп білмеймін, сеніп тұрмын. Бірақ нокаут болмайды. Нокаут болмайды менімше. Нокаут болмайды. 3 раундтық жекпе-жек. Богдан Гусков барынша ұрып тұрып, сөйтіп тырысатын шығар. Бірақ Блахович тейкдаун жасаса, партерге кірсе бітті дей бер. Сол ойлап тұрғаным 1% немесе Богданға берейін деп тұрмын, Блаховичқа беріп тұрмын. Бірақ Богдан дедім, Богдан деп ойлаймын. Богдан Гусков. Өзбек бауырлар. Ассаламу алейкум. Солай. Қалған жекпе-жектерді айтпай-ақ қояйық, оларды көбісіне қызық емес, көбісі танымайды. Өз басымда олардың барлық жекпе-жектерін қараған жоқпын, дәл-дәл бүйтіп анық-анық прогноз айтатындай. Сондықтан осы. Мен ойымша жеңетін жауынгерлер: Мераб Двалишвили, Александра Пантожа, Генри Сехудо, Тацуро Тайра және Богдан Гусков. Осылай достар, ал сендер кім жеңеді деп ойлайсыңдар? Мейн-картты осы төмендегі комментарийда бірге сөйлесіп әңгіме соғайық. Менімен келісесіңдер ме, жоқ па? Петр Ян жеңеді деп кейбіреулер ойлайды. Ол да мүмкін, я бәрі мүмкін, бірақ Мераб жеңеді деп ойлаймын. Комментарияға өз ойларыңды қалдырып кетіңдер. Сендермен болған мен Иманғали. Солайде арнасы арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, болашақта талай қызықтар болады әлі. Қош аман, сау болыңдар.